Мазардан шыққан сәби дауысы бүкіл жер көкті шарлаған. Жармұқан әйелін ауылдың шетіндегі ескі мазардан табады. Шашы тудырап, жалаң аяқ, жеңіл көйлекпен шыққан әйелді мазар жанындағы тұт ағашын құшақтап, ағыл-тегіл жылап отыр екен. Содан үйіне келіп жылы орап, молда қожаларды шақырған ғой. 3 күннен кейін қызуы қайтып, өз-өзіне келген әйел болған жағдайды баяндайды. Біздің ауыл тауға жақын орналасқан. Түнде үйден шықсаң, жақын маңнан қарауытқан тау сұлбасы төбеңнен төне қарап тұрады. Басқаларға қайдам, етегінен ойын үзілмейтін ауыл өзімізге қатты ұнайды. Жаз бойы қозылақтар маңырап, балалардың шатты күлкілерінен ол жерде жаңғырып жатса, қыс мезгілінде сырғанақтың дәурені жүріп тұрады. Шаналарын көтерген қара домалақтар қырдан ылдиға қарай зуылдап, кеш қарайғанша сол маңнан шыққылары келмейді. Тек ата-аналарының айқайынан соң ғана үйлеріне әрең тарайтын. Сол қыратқа жақын жерде Теңгебай деген кісінің отбасы тұрған екен деген себебіміз, олар үй тұрғызып болған соң көп ұзамай Сайрам жаққа көшіп кеткен. Жаңа үй көршілердің бақылауында қала берген. Ой, ол үйде кім тұрмаған дейсіз? Колхоздың парторгі де, ауылға жаңа келген фельдшер әйел де біраз жыл тұрып кетіп қалған. Өткен жылы ол үйге жуалы жақтан бал арасын өсіруші бір ағай көшіп келді. Әйелі, 2-3 баласы бар. Олар келе салысымен қаңырап бос тұрған үйді сылап-сипап, әктеп, ретке келтіріп тұрып жатты. Сол бал арасын өсіруші ағайдың Кәмшат деген қызы бізбен бірге оқитын болды. Аудан орталығында тұрғандықтан ба, ол қыз орысшаға жүйрік еді. Ұзын бойлы, арық қыз. Жүгіргенде алдына жан салмайтын. Мінезі қарапайым әрі жайдары. Кәмшат бізді жатырқамай ортамызға тез сіңісіп кетті. Осылайша ауылдың шағын мектебінде оқып жаттық. Содан қыс ортасында оқыс оқиға болды. Кәмшаттың анасы түн ортасында далаға шығып кетіп оралмаған. Бір нәрседен сезіктенген үй иесі Жармұқан ағай әйелін іздеуге шығады. Ол күні қар қалың жауып, шақпақтының өкпек желі өршелене соғып тұрған. Бүкіл жер көкті шарлаған Жармұқан әйелін ауылдың шетіндегі ескі мазардан табады. Шашы тудырап, жалаң аяқ, жеңіл көйлекпен шыққан әйел мазар жанындағы тұт ағашын құшақтап, ағыл-тегіл жылап отыр. Содан үйіне келіп жылы орап, молда қожаларды шақырған ғой. 3 күннен кейін қызуы қайтып, өз-өзіне келген әйел болған жайды баяндайды. Түнде дәрет сындыруға шыққан бұл бір жас баланың даусын естиді. Шырқырап шыққан сәбидің үні тіпті жақын жерден шығады. Сол дауыс әйелді өзімен бірге ертіп кете берген ғой. Көне бейітке келгенде сәби даусы мүлде естілмей, әйел сол жерде талып құлайды. Осы оқиғадан соң Кәмшаттың анасы күзде, көктемде құстар келіп қайтқанда қатты ауыратынды шығарды. Қарауылдап отырмаса, бас ауған жағына кетіп қалудан тайынбайды. Сол үйден тезірек көшсек екен, дейді Кәмшат мектепке келгенде мұңайып. Сенесіңдер ме, түнімен ұйықтай алмай шығамыз. Көзің ілініп бара жатса, үйдің төбесі дүңкілдеп, әлдекімдер көкпар шауып жатқан құсайды. Болмаса, біреудің шыңғырған дауыстары шығып, зәреңді ұшырады. Ондайды көбінде шамды жағып қойып, атар таңды көзбен әрең атырамыз. Биылғы қыстан шықсақ, әкем көшеміз деп отыр. Бір күні мектепке қыз сынып байқауы өтетін болды. Күн кешкіріп қалған. Кәмшат жоқ, көрінбейді. Қыздар тықыршып, бәкен, сен Кәмшатқа барып келші, үйің жақын ғой. Енді жарты сағаттан соң бастамасақ, сынып жетекшіміз ұрсады, деп қоймаған соң Кәмшат деп келмекші болып жолға шықтым. Қалың түскен қарды бұрпылдата кешіп, тау жаққа тым жақын орналасқан Кәмшаттың үйіне келдім. Келіп, ит шығып қалмасын деген сақтықпен ысқырдым. Бірақ оныма жауап болған жоқ. Жайлап ішке қарай ендім. Кәмшат, Кәмшат, деп айғайласам, оған ешкім де үн қатпады. Терезе жағын жағалап
өтіп есігіне келсем құлып тұр. Демек, бұлар үйінде жоқ екен ғой, қайтайын деп үйдегі терезелердің тұсынан өте бергенімде әлдекімнің қараң ете қалғанын байқадым. Ой, қу кәмшат-ай, мені көріп әдейі тығылып қалған екен ғой, деген оймен терезеге үңілдім. Іште майшам жанып тұр екен. Үлкен айна алдында жүзін теріс бұрған бір бойжеткен қыз шашын тарап отыр. Кәмшат, бұл мен ғой. Неге қыз сынына бармадың? Бол, жүр кеттік. Мені қыздар саған әдейі жіберді, деп терезенің сыртынан айқайладым. Бірақ ол менің айтқаныма селт етпеді де. Сосын болмаған соң терезені тоқпақтадым. Сол сәт шашын теріс қарап тарап отырған қыз маған қарады. Ол кәмшатқа мүлдем ұқсамайтын еді. Басы денесіне едәуір үлкен, қоңқақ мұрын, салпауыз қыз. Маған оқтала қарағанда шүңірек көзінен от ұшқындап, салпауызынан үшкір тістері ақсия көрінді. Ол мені көрді де мысықтың даусына ұқсас бір жабайы даусымен шыңғырып қоя берді. Сіз сенесіз бе, оқырман? Сенбейсіз бе, оны өзіңіз біліңіз. Ал мен ол жерден қалай қашып шыққанымды білмеймін. Екі аяқтап қаштым ба, төрт аяқтап қаштым ба білмеймін. Бір білгенім, мектепте емес үйде жатырмын. Әжем бәйек болып аузыма су тамызуды екен, Жамалбек атаны шақырып дұға оқытыпты. Арада біраз күн өтіп, өз-өзіме келген соң, кәмшаттардың сол күні азанда көшіп кеткенін естідім. Ал сонда ол үйде шашын тарап шамды жағып отырған қыз кім болды екен? Аруақ па, жын шайтан ба? Оны осы күнге дейін ажырата алмай келемін. Әйтеуір өзімнің аман қалғаныма тәубе етемін. Болмаса залалын тигізіп, аузы басымды қисайтып кетсе, не істер едім?